қиянатын бірақ адам сіз жасадыңыз ғой дейді Абу Лахаб. Сөйтеді да, ылғи да нәрсе бар ғой қазақтың сөзінде, бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген. Анау құмалақ сол Абу Лахаб болып тұр. Содан кейін елдің бәрі исламды қабылдамастан жатып қайтадан тарап кетеді. Екінші рет дәл осындай тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туыстарын екінші шақырады. Ол жерде енді Абу Лахаб сөйлейін десе, Абу Талиб осы жердегі тұрып, Абу Лахабтың мысымын басады. Дәл солай тамақ тартылып, дәл солай сүт қылып, бәрі ішіп болады. Ішкеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әртүрлі хамд, мадақ тек қана Аллаға тән. Әртүрлі көмекті де тек Аллахтан сұраймын. Оған сеніп, оған сүйінемін. Аллах тағаладан басқа илахи жоқ екеніне күмәнсіз сенемін және растаймын. Аллах ахад дейді бір. Аллах вағданият, оның серігімен тегденісі жоқ деп айтады. Сендерге зәредей өтірік араласпаған шындықты айтып тұрмын. Сендерді өзінен басқа тәңір болған Алла субхан тағала иман келтіруге шақырамын. Мен оның сендерге және күл адамзаттың баласын адамзатқа жіберілген пайғамбармын. Валлахи, Аллахқа ант етемін деген сөз. Барлығың уақыт жеткенде ұйқыға жатқандай өлесіңдер. Және бәрің уақыты келгенде ұйқыдан тұрғандай оянып, махшар алаңына жиналып, осы бүкіл нығметтен сұраласыңдар. Жақсылықтарың үшін марапатталасыңдар, ал жамандықтарың үшін жазаланасыңдар. Марапаттың ең үлкені мәңгі болған жәннат, ал тозақтың бағанағы азапталудың ең жаманы мәңгі болған тозақ деп. Мен сендерді адамдардың арасында ақыретпен ең алғашқы болып ескерткен қауым сендерсіңдер. Яғни ақыретте осындай болады деп, ең бірінші ақыреттің азабымен, өй туысқандарым, бірінші сендерге уақи етіп айтып жатырмын. Сол кездегі бірінші тұрып Абу Талиб сөйде сөз сөйлейді. Ей көкемнің баласы, сен бізге берілген аманатсың. Алла саған берілген ісіңді сен істе. Мен тұрмын, қалған бауырларың тұр, сені қасық қанымыз қалғанша сені қорғаймыз. Саған зәредей біреу шығатын болса, осы бүкіл қанша хашим бұлдарың бәріміз қарумен шығып барып, бірінші Қағбаның алдына бірге сенімен шығайық дейді. Сөйлейік дейді. Ал бірақ та иман келтіруге мәселесіне келетін болсақ, мына иманға менің өзімнің ата тегімдің және өзім ішіндегі нәпсім жібермейді ла иляха илlallah деп айтуға дейді. Кім? Сөйтіп айтып жатыр. Сол кездегі бағана Абу Лахаб сол жерден қайтадан өзінің сөзін басқаларын бұзып, ей Абдул-Мутталибтің ұлдары, оған өзгелерді кедергі болмай тұрып, сендерді кедергі болыңдар. Егер бұның айтқандарың қабылдайтын болсаңдар, қорлық пен сорлыққа тап боласыңдар деп, Абу Лахаб өзінің әуеніне қайтадан басады. Елдің бәрі онсыз да айтып жатқанын білеміз. Өңкей бай дөкейлердің бәрі солар жынды да, мынау жүрген біздің көкеміздің жетімі осы ғана ақылды ма? Елдің алдында бәріміз ят болмай тұрған кезде, елдің сөзіне қалмай тұрған кезде, өзіміздің арамыздан шыққан баланың даусын өздерің басыңдар деп айтады. Сол кездегі Абу Лахабтың өзінің ішінен шыққан апасы бар. Яғни апасы деген әпкесі ғой. Аллахқа ант етеміз. Аллахқа ант етеміз, заманымыздың данышпандары Абдул-Мутталибтің тегінен бір пайғамбардың шығатынын айтуда. Сол пайғамбар міне осы деп. Абу Лахаб сөздерге де мән бермей пайғамбарымыз жамандығын жалғастыра береді. Сол кездегі Абу Талиб ашуланып кетеді де Абу Лахабқа айтады: ей қорқақ дейді. Сен оны елдерің арасында бар, анау Абу Жахилдан, анау Мұғиралардан, аналардан қорқып қорғамайын десең, біз мына аяқталар бәріміз қорғаймыз дейді. Сен болса өзің дүниеңмен, өзің арасындағы аналардың авторитеттерін, аналардың жанында жүрген серіктестерінің тауарым сатылмай қалады деп қорқып тұрсың ғой дейді. Ей қорқақ, біліп қой дейді. Біз оны қорғаймыз сол жерде дейді. Сөйде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ей Абдул-Мутталиб ұлдары, Аллахпен ант етемін, арабтардың ішінде өз қауымның дүниесі мен ақыретіне мен әкелген дін дейді. Бәр нәрсенде хайырлы артық, пайдалысын әкелген адам болған емес. Мен сіздерді тілге жеңіл, имандағы, яғни мизан тарасындағы салмағы өте ауыр болған бір нәрсемен алып келіп отырмын. Бірақ нәрсені айтыңдаршы дейді. Аллахтан басқа құдай жоқ, ла иляха илlallah, және Мұхаммад Расулуллах, мен оның елшісі екенмін деп айтыңдаршы. Пауза тұрады да пайғамбарымыз ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп кім менің туысқандарымның арасынан бірінші келіп маған осы сөзді айтып иман келтіреді дейді. Тып-тыныш. Үшінші рет тағы да айтады ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп
кімде кім айтатын болса қиямет күні мен оған шапағатшы болайын, алла субхана тағала жәннатқа кіргізетін алғашқылардан болсын десе, ешкім иманға келмейді. Сол кезде бірақ қана 3 рет айтқан кезде де бірақ адам ғана орнынан бүйтіп тұра берген. Ол иман келтіріп қойған Әли болатын. 3-ші рет айтқан кезде Әли шыдамай кетеді. Я көкемнің ағасы, нағашы, енді көкемнің енді өзімнің көкесі ғой. Елдің бәрінің ішінде кішкентай болсам да, елдің бәрі үндемесе де, мен сізді қорғаймын дейді ғой. Мен сіздің дініңізді тап, мен сіздің жаныңызда болам дегенде, Пайғамбар саллаллаху алейхи қуанып келіп келе ғой деп баланың қолынан ұстап, екеуіне қалғап, қалғандары сол күйінше тарқап, сол жақтан кетеді екен. Пайғамбарымыздың енді 4-ші жылы болған кезде, жасырын дағуаттан кейін пайғамбарымызға анық ашық аян түседі. Ол аятта барып не дейді? Енді елдерді ашық түрде бәрін исламға шақыр деген аят. Пайғамбарым сол аятты бағанағы Сафа мен Маруа деген Сафа деген тауының түбіне барып, адамдарға шақырайын деп отқан кезде біздің де сабағымыз бітеді. Ертең Алла бұйырса шақырамыз. Алла разы болсын.